сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Назарбаев зияткерлік мектептеріне қатысты 11 іс қозғалды. Аудит нәтижесі. Жоғарғы аудиториялық палатада Назарбаев зияткерлік мектептері қызметіне жүргізілген мемлекеттік аудит қорытындысы шығарылды. Жалпы мектептің аудит 274,4 миллион теңгеге қаржылық бұзушылықтарды анықтады. Қаражатты тиімсіз жоспарлау 8,3 миллиард теңгені тиімсіз пайдалану шамамен 6 миллиард теңгені құрады. Сонымен қатар 134 рәсімдік бұзушылық және 30 жүйелік кемшілік анықталды. Тексеру іс-шараларының қорытындысы бойынша бір материал құқық қорғау органдарына әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар. Тағы 10 факті бойынша материал әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға жіберілді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.